Амансыздар ма? Қарағанды қаласынан күміс су мен магний судан 3 күнде нәтиже көрген Ғалия тәтеміздің нәтижесімен бөліскіміз келеді. Сәлеметсіз бе Ғалия тәте? Саламатсыздар ма? Я ұстап отырмын ба? Альхамдулилlah, Аллаға шүкір, тәуба. Алла шексіз мейірімді ғой, сондай. Алланың құдіреті шексіз күшті. Егер құдіретті Алла берем десе де өз қолында, бермеймін десе де өз қолында. Бірақ сондай шексіз мейірімді, шексіз рахымды, сондай шексіз мейірімді ғой. Мейірімді Алла тілеген тілектерімізді қабыл алып, міне күнмен Алланың қалауымен мен сақырдым. 5 жыл болды ауырып жүргеніме. Бірақ мейірімді Алла шексіз мейірімді, сол 4-5-6 рет мені комадан алып қалды. Бірақ соңғы қай күні бардық, біз мешітке барған күне мен соңғы сақырда уже ұстады 3 күн бұрын. Сонда Алла шексіз мейірімді Алла кімді себеп қылып қойды. Біз Алланың әлсіз пенделеріміз, бір-бірімізге жай себеп қылып қояды. Бәрін өзі ғой беріп жатқан, шүкірлік етем. Содан Алла разы болсын, Алладан қайтсын жақсылықтың бәрі. Содан Алланың қалауымен күміс суды алып келіп іштім. Ішкен күне альхамдулилlah, Аллаға шүкір, менде бұрын сақыр 5 ауырып жүргенде мен уколмен жүрмін. 5-6 сағат 10 шақты күн, 10 күн ба, ұзын ол мейірімді Алла шексіз мейірімді ғой. Комаға кетіп қала жаздаған кезімнен 5-6 рет алып қалды, аман 6-7 рет. Сосын постоянно сақырмен ауырғанда менде қара тер шығады үстімнен. Бүкіл денем бәрі ауыр татады, басын ауырады. Уколмен, только уколмен жүрміз. Тамақ, су сосын нәтижесі альхамдулилlah, Аллаға шүкір, осы ішкеннен кейін, келгеннен кейін үйге іштім. Ішкеннен кейін уже маған сезіле бастады өзіме. Шөлдей беретін суды тоқтаттым. Аллаға шүкір, Алла шипасын тигізіп. Бүкіл денемнің бәрі ауыратын, әлсіздік болатын постоянно. Аллаға шүкір, қазір альхамдулилlah, Аллаға шүкір, шипасын тигізді. Содан кейін екінші күні уже ішкенде ішім өтті. Сосын Аллаға шүкір, міне қазір деген шексіз мейірімді ғой, мейірімді Алла шипасын емін беріп, міне қазір жақсы болып жүр. Қара тер шықпайды үстінен, әйтпесе моншақтап тұр. Үстінен тер шығатын, қара тер. Сақырым түспейтін, қайта-қайта уколмен отырады. Тамақ қазір альхамдулилlah, Аллаға шүкір, бірінші Аллаға сиынып барып ішем. Алла шексіз мейірімді өзі ғой беретін шипасын бәрі. Шипасын емін мейірімді Алла оңынан тигізіп жатыр. Бұрын тамақта ішпейтін, күтініп отыратым. Қазір міне бауырсақта жеп жатырмын кешеден бері міне. Альхамдулилlah, албырзы да жеп жатырмын. Арбызды жегенде де көтеріп кететін, өткенде де көтеріп кеткен. Қазір ондай емес. Тамақты да жеп жатырмын, қара терге түспейді, моншақтап тұрып ағатын қара тері қаққанда үстінен ше. Арқаңыздың ауырғаны бәрі? Иә, арқамның бәрі, денемнің бәрі ауырып, таңертең керек болса намазға әлсіреп тұратым. Жаңағыдай жата бергім келетін. Күндізде жата бергім келеді. Сақырдан кейін мазам болмайды. Сөйтіп отырамын. Энергияңыз артты, альхамдулилlah, жоқ, бірінші Алланың құдіретін, Алланың күшті ғой. Шипасын Алладан сұрасам, бәрін шексіз мейірімді Алла. Алланың құдіреті шексіз күшті. Құдіретті Алла берем десе де өз қолында, бермеймін десе де өз қолында. Бірақ мейірімді Алла сондай жалғыз шексіз мейірімді, шексіз рахымды, сондай шексіз мейірімді Алладан не тілесеңіздер, тілеген тілектерімізді қабыл алады. Шипасын тілеп, мейірімді Алладан шипа тілеп тұрып ішіп жүрмін. Міне қазір альхамдулилlah, Аллаға шүкір, денемнің бәрі жеңіл, бойымнан қайта-қайта тер моншақтап тұрып ағатын. Қазір үйден жуып шығам ба көшеге, уже қара терге шығып, моншақтап үстінің бәрін қайта-қайта келе сап, киімімді ауыстырып, оны жуып қайта-қайта сөйтіп жататын. Қазір альхамдулилlah, Аллаға шүкір, Аллаға сиынып тұрып ішсеңіздер, ол Алла Тағала шексіз мейірімді шипасын береді. Альхамдулилlah, маған шипасын берді. Мен тамақты да міне қазір пловта жеп алдым. Тамақта ішпейтім. Сосын бүгін тәбетіңіз ашылып, дастархан жайып отырған жайыңыз бар. Сосын сол альхамдулилlah, суды тоқта. Альхамдулилlah, Аллаға сиынып ішемін, бірақ бірінші. Алла мейірімді, Алла шипасын онынан беріп жатыр маған, шүкірлік етем. Альхамдулилlah, суды да 1 литр болады, по-моему. 1 литр бола ма, или жарты литр? 1 литр. 1 литр,
күніге 1 литрден мен тоқтамай іше беретін. Күні енді түнде сағат түнде де тұрып ішетін. Былай айтқанда мен күндіздің өзінде сол 1 литрден өтірік айтпаймын, шыны керек, күндіз кешке шейін 1-6 сондайлар 7 ішіп қоя беретін. Қара терге шығатын. Сосын денемнің бәрі қышып сөйтетін. Сосын жаралар шығып жатты. Бірақ врачтар айтуымен болғанша ол сақырдан деді. Қазір альхамдулилля денемнің бәрі қыши беретін. Жаман қатты қышитын да. Прямо шыдай алмайтын. Бір ашып қышитын. Альхамдулилля, Аллаға шүкір, қазір денемде қышымайды. Денемнің қышуы вообще өтіп қышынып отырған жоқпын. Былай қарап айтсын, ащы бір қышығанда бір қызық болады да адамға. Өзі білінеді да, сезіледі да, жаңа қышығанда бір ашып қышима сондай болатын. Қазір альхамдулилля оның бәрі басылды, ол қатты болатын. Күні сәл қазір сәл бар, енді өтірік айта алмаймын. Сәл кішкене ғана бар, бірақ шипасын мейірімді Алла қатты тигізді. Шүкірлік етемін. Ішкеніме Алланың қалауымен 3 күн болды. Аллаға шүкір. Бірақ мен Алла қалап таңертең іштім. Я таңертең іштім, соны түске шейін қазір мен оны ішкен жоқпын. Денем бәрі жеңіл жүр. Ал мен уколмен жүргенде қайта уколды 1 күнде мен түсіріп отыру үшін 2 укол ғой, оның біреуі кешке ғана уақытты ұстап отыр. Ал ананы тамақ ішкен сайын түсіріп отыруымыз керек, көтеріліп кете беретін. Ал мен ол уколды шыны керек таңертең 1 рет-ақ салдым, бір салдым, бітті. Ал әйтпесе мен алдында ол уколды қайта салып отырамын, көтеріліп кетеді, қайта түсірем. Тамақтың алдында өлшейтінмін, одан кейін өлшейтін, көтеріліп кететін. Қазір өлшемеймін де, денемнің бәрі жеңіл тұр. Таңертең өлшедім. Альхамдулилля, болды, одан кейін өлшеген жоқпын да әлі. Қазір Алла қаласа өзіңе сезіледі ғой жаңа. Қазір ондай болып тұрған жоқ. Денемнің бәрі бір жеңіл болып, бір былай айтқанда денем бәрі тырысып, әлсіздік пайда болатын. Қазір денемнің бәрі альхамдулилля, Аллаға шүкір, қышуым бәрі кетті, вообще қашқан. Денем бәрін қасып тастайтын, қызарып кететін. Қайда? Альхамдулилля, мына жерде болған, міне тұр ғой. Осылар шығып келе жатқан, енді альхамдулилля жоқ, міне. Біреу ғана тұр, міне. Өзі қызарып, доңғалап болып шығады да, қышып сөйтетін. Қазір альхамдулилля, Аллаға шүкір, тәуба. Шипа болуын тілейміз Алладан. Әмин. Баршамызға Алла баршамыздың ауырып жатқан адамдардың шипасын емін беріп, Алла ауырып жатқан сәбилердің шипасын еміп, баршамызға Алла шипасын емін тигізсін. Алла разы болсын сіздерге, Алладан қайтсын жаным сізге. Алла шексіз мейірімді ғой, сізді кездестіріп қойды ғой сол жерде. Әйтпесе білмейтін едім ғой, жүре беретін едім. Алла шексіз мейірімді, сол Алладан тілеп тұрып, шын ниетпен тілеп тұрып ішсеңіздер, ол мейірімді. Алла шексіз мейірімді, сондай шексіз рақымды, шексіз мейірімді шипасын береді, онынан береді тілеген тілектеріңіз қабыл алады. Альхамдулилля, Аллаға шүкір, қазір денем қышымайды. Әйтпесе бүйтіп отыра алмайтынмын. Қайта укол салып түсіріп, басым ауыратын. Қазір басым да ауырмайды. Басым ауырған кезде жаңа мына жерлерім ауырып жеп қоятын. Сосын өлшейсің ғой, төмен көтеріліп кетсе де, төмен түсіп кетсе де, мазам болмай сол жата бергім келетін, көп жата бергім келетін. Альхамдулилля, Аллаға шүкір, міне Алла шипасын тигізіп, онынан берді. Өте альхамдулилля, Аллаға шүкір, жақсы екен. Сіздерге де Алла шипасын емін берсін, баршамызға. Алла разы болсын сіздерге, Алладан қайтсын жаным. Осы пікіріңізбен, нәтижеңізбен бөліскеніңізге рахмет сізге, Алла разы болсын. Ары қарай шипа болып, сізге сауығып кетуіңізді тілейміз. Әмин, баршамызға.